Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лавр жапырағының пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Лавр жапырағы бәріміздің ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатын біріміз білсек, біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамында эфир майы, органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы адам ағзасына пайдасы өте көп. Лавр жапырағының аурулардың алдын алуға көмектеседі. Мысалы, диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңызды қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл сусынды тамақ алдында ішу қажет. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап 1 стакан салқын су құйып 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр сусынын 15 минут қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз қажет. Сусын дәмді болуы үшін бал, жаңғақ деген сияқты қоспаларды қосып ішсеңіз болады. Ауыз қуысының ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл егіңіз ісінсе, стоматит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақтың арасында лавр жапырағын шайнаңыз, нәтижесін көзіңіз жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестеде ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде, егер сондай жағдайда тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабынуы тез арада кетеді.